Құдай білесін, ол түрмеде отырғанда 30-да. Құдай аспан домал қалам, мен қоға басағанда 25 жасымда ауру арланды алғанда, білейм, қасқырды алғанда, сол кезде қасқырды алдым. Сол кезде маған түсіме кім Сәлкен апам кірді, нағашы. Анашымның анасы. Адайка. Сүйегі Адай. Сәлкен. Соны былай шығып бақша немен балды немен саған шығып бара жатты. Солай үндемей жүріп, сондай апа өтірік маска киіп ап, өтірік сондай бет жасап ап, сол қайтыс болғаннан кейін бірақ қана түрін көрсетті. Мен Құдайға жақын болдым деп. Сондай апа, ойландыршы. Мен бірінші жауым негіз. Зейнолла атам білмеймін ма, киген жоқ, басы жоқ деді, Құдай айтты, басым жоқ деді, білмеймін. Зейнолла атам мен әр кезде қорғайтын. Сәлкен апамнан да, анамды, әкемнен қорғайды. Білмеймін. Енді суретке қарайым. Суретке қарайым, әкем тұр, Зейнолла атам тұр, анашым тұр, Сәлкен апам тұр, сонда әкем қорқып тұр. Зейнолла атамнан қорқады екен. Солай болады екен, білмеймін. Сонда бірінші апа, Сәлкен апа менің сүйегімде, жүрегімде атын қалдырып кеткен. Енді анашым, ол анашым, Бақытгүл. Бәріне сатушы. Әкем ол әкем, әкешім. Дұрыс қылмыскер адам баласы. Сүйегі танты, әкемнің жүрегі ақсүйек. Зейнолла атам Найман. Оралхан бар. Оралхан өгей әкемнің жүрегі алдар. Сүйегі Қожа. Клара бар, білмеймін. Аслан, Жеңіс бар. Әйелдері, қыздары бар, әйтеуір, білмеймін. Аслан бір туған ағым. Жеңіс жиенім. Менімен тең болып кетті. Құдайға тәубе, Құдайға шүкір, Құдайға рахмет. Аумин.